Ана 60-70 жылдарда мықты болды, бас бірігіп тұрды. Себебі оған тікелей Мұхтар Әуезов әсер етті деп айтады. Бәрі айтады оны. Мұхтар Әуезов пен Ілияс Омаровтың екеуінің бірлігі, Қаныш Сәтпаев бар. Мұхтар ана 52 жылы соттайтын кезде Шейкин басқалардың сотталғанына ырза емеспін. Әуезовті отырғызып беріңдер маған. Осы бүкіл қазақтың бәрін қоздырып отырған деп айқайлайтын кез сол кез. Оны Сәтпаев тұрады айтады, егер Әуезов сотталатын болса айтпады демеңдер. Қалай да болмасын Мұхтар кету керек бұл жерінде, Аман-Есен алып шығатын себебі сол. Ал сол Әуезов оқулықтарды жасаған кезінде өзі қадағалап отырған. Ал оны Әди Шәріпов жазады. Себебі ол кезде мектептегі оқулықтарды қадағалайтын министр Әди Шәріпов. Ол Бекмахановқа да тікелей тапсырыс беріп отырған, сол Қазақстан тарихын, сыр тарихын сен бүйтпеші деп отырған. Сондықтан бұл Әуезовтің кезінде күшті болады дағыны, сол Әуезовтің маңайына топтасқандар кітаптарды, батырлар жырын, пластинканы шығарған кезде халықтың басы сол құндылықтардың маңайына бірігіп кетеді. Ал енді қазір сіз мектепте ішінде елдің басын біріктіретін есі дұрыс Әуезовтердің кезінен қалған, Ыбырай Алтынсариннің кезінен қалған бір құндылық қалмаған, бәрін талқылап тастаған. Жоқ ішінде. Жүрің 6-шы кластың ба несінде Билл Гейтс пе біреу сақ болған. Өзбек Әлі Жәнібеков туралы бір ауыз айтпайды. Қаныш Сәтпаевқа бір андай жер қалдырған. Не болады содан кейін ол?